Ассаляму алейкум достар. Мен сіздерге бүгін телефон арқылы фонотекадан қалай музыка әлде өлеңді жүктеу керек екенін көрсетемін. Ең алдымен біз Googleға кіреміз. Googleға мен оның алдында тергендей вход YouTube ПК деп жазамыз. Кіреміз. Жоғары жақта өзіміздің аватар суреті көрініп тұрған жерді басамыз. Оң жақта жоғарыда. Сол жерден творческая студияға кіреміз. Ашылып жатыр. Бұл жерде айта кететін бір нәрсе бар. Творческая студияны сіздер алдын ала Play Market'тен әлде Apple Store'дан сіздер жүктеп алуларыңыз керек. Егер ол жоқ болса, телефоныңызда ашылмауы мүмкін. Енді студия деген мына жерде сол жақта жоғары жанында 3 терені басамыз. Осы жерден ең төменгі жағында фонотека деп жазылып тұр. Соған кіреміз. Мінекей кірді. Енді осы жерден өздеріңізге қалаған өлеңді, музыканы таңдап жүктеп ала аласыздар. Мен бұл жерден звуковые эффектіді таңдаймын. Бұл жерден маған құстың үні ұнайды, ол ең төменгі жағында. Ашылды. Мына жанында оң жақта скачать деп жазылып тұрады, соны басамыз. Загрузить. Қазір сіздердің телефондарыңызға жүктелді. Осылай өздеріңізге керекті музыканы әлде өлеңді жүктей аласыздар телефон арқылы. Егер осы мен сіздерге көрсеткен жүктеу егер ұнап жатса, лайктарыңызды басып, каналыма тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты боламын. Рахмет. Сіздерге сәттілік.